Құрметті менің оқырмандарым, мен бүгін сіздерге басынан өткен бір қызық оқиғаны айтып берейін. 2000 жылдың бастарында бәрімізде мына СИК РНН деген болды. Жалақы аларда, басқа да мекемелерге барсаң, СИК пен РНН бар ма деп сұрайды. 90 жылдың аяқ кезінде Приурал ауданы мен Переметин ауданын біріктірді. Сол кездің шамасында мен мына фотоға түсіріп жүрем. Көптеген жаңағы жиналыстар, концерттер болып атады. Келіп фотоға түсіріп, мына залдарға кіріп жүргенде кейде шығарып жібереді. Сен кімсің, не істеп жүрсің деп. Сондай бір кеш өттік. Орыс театрында, Островский атындағы филармонияның ұйымдастыруымен үлкен концерт болды. Соған фотоға түсіріп шығып жатқанда бір ағай ұстап алды. Әнім, осы саған риза болам. Ылғи біздің келіп концерттерге түсіріп жүресің. Бір сметада қарап едім, 3000 теңгедей ақша бар. Соны саған берейік. Біздің концерттерге жиі келіп тұр. Барды бухгалтерияға айтып қойдым. Бухгалтерден барып алып кетті. Қуанып кетті. Енді ана ағайдың жүзі таныс, ат жөнін білмеймін, кім екен деп. Ауылдан келген кезім ғой. Сосын Жерлес ағам өзіміздің белгілі әнші Сағдат Рахметжанов ағамыз келеді. Сағдат аға, ассалаумағалейкум. Ағай кім еді деп сөйлеп сұрадым. Қош, білмейсің бе, бұл Донеділ Қаженов қой деп. Мынау Ақжайық ару мекенінің жаңа көптеген әндердің авторы, құрмет орденінің еңбек сіңірген қайраткер. Сол біздің көп жыл Батыс Қазақстан облыстық филармонияның директоры болды. Қазір құрметті демалыста әншілер қауымда барлығы жақсы біледі. Ол сол жаңағы облыстық филармонияның директоры екен. Қуанып кеттім, шауып барып, бухгалтерияға бардым, концерт біткенше асығып. Апа кіріп сәлем беріп, маған бастық айтты, сіздер 3000 теңге ақша береді деп. Жақсы, білеміз. Сенде СИК пен РНН бар ма деді. Жоқ, ол не зат? Мына жерде жаңағы бір мекеме бар, сол жерде береді. Жақын жер, выплатный центр деп аталады. Соған барсаң, СИК пен РНН аласың, соны алып кел, сосын ақшаңды береміз. Қуанып кетіп бардым. Барсам, жаңа кезекте бірнеше көптеген кісі тұр. Соңғы кім деп сұрап мен тұрдым. Менен кейін ешкім келген жоқ. Менің кезегім жақындағанда есіктен бір қыз шықты да, қыз бала. Менің алдымдағы кісіге айтты, сіз кіресіз, сіз кірмейсіз деді маған. Неге? Сағат ровно жаңа дәл 6-да мына орталық Астанадан мені компьютерді сөндіріп тоқтатады. Жұмыс жүрмейді, ертең келесіз, сізге кезектен тыс қабылдайын, таңертең ерте келген деді. Жақсы деп, мені ертең кезектен тыс қабылдайды деп асықпай келсем, келген халықтың қара-құрым саны жоқ. Бір кісі жаңа дәптерінде сырттағы келген кісі кімнің кім екен жазып жүр. Іште қанша кісі, сыртта сонша кісі, халық толып тұр. Менің кезегім түске дейін келген жоқ. Мені кім кіргізсін? Ешкім кіргізген жоқ. Жаңа үлкен кісілер қайда баратсың деп, біреулер жаңа дауыс көтеріп айқайлап жатыр. Сол қайттан кезекке тұрып, кезегімді күттім. Түстен кейін кезегім келді, қуанып кірдім. Кірсем бір-екі қыз бала отыр. Менен жеке куәлігім сұрады, беріп едім. Аға, сіз дейтін, бізде жаңағы пропискада емессіз. Сіз дейтін мына Приурал ауданына Донецкийге барып аласыз деп. Сосын жақсы деп Донецкийге баратын болып, ол қай жақта? Қаланың жағында. Кісілерден сұрап, таңертең ерте тұрып, сол жаққа баратын жеке көлік таксилерге отырып, 200 теңге деп Донецкийге келдім. Келсем, есігінің алдында архивный ден деген жазып тұр. Сосын қайтып келдім. Ертеңіне қайттан бардым шығып. Барғаннан кейін ішіндегілер айтты, келіп қуанып кіріп СИК пен РНН алайын деп келдім. Сосын айтты, сіз білесіз бе, біз бұрын Приурал ауданы болдық, қазір жаңа Переметинға қосылдық. Енді сіз бізден алмайсыз, СИК пен РНН-ді Переметинға барып аласың деп. Ол қай жақта? Қаланың мұн жағында.
Одан қалаға келіп, ертеңіне шығып, переметныйға бардым, таксилермен. Барсам, бір өлім болған, соның кішіне кісілер кетіп қалған, оның үстіне документтер жаңадан келіп жатыр, қабылдап жатыр, мынадай күні келесіз деп айтып жіберді. Енді баратын ақшам жоқ қайттан. Қалаға жетіп, филармонияға келдім. Апа, ренжімесеңіз маған 1000 теңгесін бересіз бе? Сосын 2000 келесіде бересіз. Мені расписка жазғызып алып 1000 теңгені берді. Қуанып кетіп, айтқан күні переметныйға қайттан бардым. Барсам, манағы қабылдап алған әйел адамдар отыр екен. Сіз білесіз бе, енді сіздің бағыт, сіз дейтін мына Мичуринск селолық округіне, яғни Плодовочныйға қарайсыз. Сол беттер енді Даринскіден алды. Сіздің документтеріңіз бәрі Даринскіге кетті. Үйге келіп, ертеңіне қайттан Даринскіге бардым. Соны барып едім, алдынан шығып қуандым. Әйтеуір ішінде қыздар қағазымды алды. Паспортымды қарап отты. Мынадай күні келесің, біздің мынадай қағаздарымыз әлі дайын емес деді. Басым сылбырап қалаға қайттан келдім. Қалаға қайттан келіп, енді қайда барсам екен деп, өйстіп келіп, шаршаған ғой, келіп, үйде отырып, ұйықтап кеттім. Ұйықтап кеткеннен кейін түс көріп жатырмын. Түсімде өліп қалыппын. Үстімде кәдімгі киімін ақ матаға оранып алып, қуанып жүріп, жаңағы марқұм болған ауылдың мен танитын көптеген кісілер тұр. Әжемді де көремін. Жаңағы маған кет дейді арғата. Мен арғата барғым келеді. Бір кезде қанаты бар бір қыз ұшып келді қасыма. Қасыма келіп қарап тұрды да, сізді дейтін кесектен тыс қабылдаймыз деп, бір кабинетке алып кетті. Алдында Аллах болып деген жазу тұр. Қабылдау бөлмесі дейді. Алдында бір компьютердің алдында бір қыз отыр. Қанаты бар. Сол кіріп баратын, тоқтаңыз дейді. У вас есть сигарет деп орысша сұрады. Бүйтіп қарадым да, не деп едім? Ты нахал, 5 сигареты сюда как попал деп тасты алды да басымнан бұрды ғой. Оянсам басымды жаңағы диванның, ол кезде ағаш диван, соған қырына соғып алып, содан оянғанмын. Әйтеуір сепкен ерененді алдым, әлі күнге дейін, осы күнге дейін сақтап келдім.